Соңғы жылдары кәсіподақ ұйымына айтарлықтай көңіл бөлінуде. Бүгінде облыс бойынша кәсіподақтың 1000-ға жуық бастауыш ұйымы болса, олардың 70 мыңнан астам мүшесі бар. Жұмысшы мен жұмыс беруші арасындағы алтын көпір болып саналатын ұйым еңбекшілер арасында бірінші кәсіподақтар спартакиадасын өткізді. Жұмыс барысындағы кездескен мәселелер мен еңбек дауларын ушықтырмай, тез шешуге тырысатын кәсіподақ ұйымының алар рөлі зор. Бүгінде еліміз бойынша 2.200.000 адам кәсіподақ ұйымының мүшесі. Еңбекші қоғамның арасында достық қарым-қатынастың нығаюы бағытында облыстық кәсіподақ ұйымы түрлі бағыттағы шараларды жиі өткізіп тұрады. Бұл спартакиада соның дәлелі. Спартакиаданың басты мақсаттарының бірі ол мына кәсіподақ қозғалысын одан әрі дамыту, олардың қатарларын көбейту, олардың арасында бірлік, ынтымақ ұйымдастыру және жаңағы жұмысшылардың салауатты өмірге насихаттау болып табылады. Алғашқы рет өткізіліп тұрған бәсекеге өңірдегі ірі компаниялар мен білім беру мекемелері кәсіподақ ұйымының атынан 9 команда спорттың 8 түрі бойынша жеңімпазды анықтады. Жарысқа қатысушылар аталған спартакиаданың берері мол екендігін айтады. Біздер Орал қаласынан профсоюз жайық жылу қуаты атынан келдік. Командамыз енді толық деп айта алмаймын, но бар түрінен барынша қатысып жатырмыз. Өзім теннис түріне келдім. Сол түрден қатысып жатырмын. Толықтай бүгінгі өтіп жатқан жарыс жақсы, өте ұнап жатыр. Ұйымдастырушыларға да рахмет көп. Жалпы жұмысшылардың кәсіби еңбек әлеуметтік экономикалық мүдделерін қорғайтын ұйымның облыстағы жұмысы жүйелі. Ұжымдық дау-жанжалдарды шешуге, еңбекақы және материалдық көмекпен қамтуда. Жұмыс кестесін бекітуде, штаттан тыс қызметкерлердің мүддесін қорғауда кәсіподақтар маңызды қызмет атқарып отыр. Ендігі мақсат жұмысшыларды салауатты өмір салтын насихаттап, бұқаралық спортқа тарту. Биылдан бастап кәсіподақтар спорттық сауықтыру қоғамын ашты. Қазір мен соның өкілі болып есептелем. Республикада сол қоғамның міндеті еңбекшілерді, жұмысшыларды спортқа тарту. Енді қазір осы жұмысшылармен тығыз жұмыс жасап жатырмыз. Насихат, тағы да басқа жұмыстарды істеп жатырмыз. Енді спорттық шаралардың бәріне еңбекшілерді әрқашанда тартып, әртүрлі спорттың түрлерінен жарыстар өткізіп тұрамыз. Спартакиада қорытындысы бойынша Қарашығанақ командасы жеңімпаз атанып, маусым айында Нұр-Сұлтан қаласында өтетін республикалық додаға жолдама алды. Ал 2-ші және 3-ші орындарды конденсат командасы мен бөлі аудандық білім беру мекемелерінің кәсіподақ ұйымының командасы өзара бөлісті. Айым Нұрғалиева, Александр Овчинников, Филимон Қазыбаев, Ақжайық арнасы.